Баршаңызға сәлем, сіздермен Тілгеспек жоқ, және оның жүргізушісімен журналист Әсем Жапишева. Сонымен төтенше жағдай режимі енгізілгеніне міне бір айдан астам уақыт болды. 2000-нан астам ауру тіркеліп, 19 адам көз жұмды. Ал мыңдаған адам жұмыссыз қалып, мыңдаған шағын және орта кәсіпкерлердің де бизнесі тоқтап қалды. Коронавирус Қазақстан экономикасына теріс ықпалын тигізгені сөзсіз. Оған қоса біздің экономиканың тірегі мұнай бағасы кеше 20 жылда алғаш рет күрт төмендеп, $16 төмен түсіп кетті. Әрине, карантин режимі халықтың денсаулығын сақтау үшін маңызды, бірақ менің осы каналдағы көрермендерімнің бірі комментарийлерде жазғандай, бірінші неден өлеміз, аштан ба, коронавирустан ба, білмеймін. Демекші, жұмыссыздық салдары вирустан да ауыр болуы мүмкін. Мемлекеттік комиссия шешімі бойынша 20 сәуірден бастап Алматыда бірқатар кәсіпорын мен құрылыс сауда орталығының жұмысы кезең-кезеңмен іске қосылатын болады. Бірақ бұл бизнестің тым болмаса пандемия дейінгі деңгейіне қайта оралуына көмектесе ме? Сол туралы әңгімелесейік. Кеттік. Әрине, коронавирустан тек біздің ел емес, бүкіл әлемнің экономикасы зардап шегуде. Мысалы, 20 сәуір күні американдық WTI мұнайының бағасы бұрын соңды болмаған шекке дейін құлдырап, барреліне -$40 дейін арзандап сала берді. Ол дегеніміз, тарихта алғаш рет мұнай тіпті тегін емес, алушыларға сатушылар өздері ақша төлейтін деңгейге жетті. Сарапшылардың айтуы бойынша бұл уақытша жағдай. Дегенмен, коронавирустың экономикаға теріс әсерінің қаншалықты үлкен болатынын қазірде болжауға болады. Біріккен ұлттар ұйымы болса, коронавирус салдарынан 30 елде ашаршылық басталып, 265 миллион адам қатты азық-түлік тапшылығына тап болуы мүмкін деп хабарлады. Fitch рейтингтік агенттігі жалпы ішкі өнімнің жаһандық болжамында төмендетті. Бұрын әлемдік экономика 1,9%-ға төмендейді деп болжаған болса, енді 3,9%-ға немесе 2,8 триллион долларға құлайды деп күтіледі. Жалпы ішкі өнімнің ең көп төмендеуі Еуропада 7%-ға, ақш-та 5,6%-ға және Ұлыбританияда 6%-ға деп күтіледі. Қазақстанда биліктің болжамына сәйкес жалпы ішкі өнімнің 0,9-дан 1%-ға дейін төмендеуі күтілуде. Бұл жерде қазір ел тірегі кәсіпкерлерге қолдау көрсету керек екендігі айдан анық. Бірақ Қазақстанның әкімдерінің карантинге байланысты мәселелерді қалай шешіп жатқандығы мына бір мысалдан айқын көрінеді. Сантехниктер, электриктер, дәнекершілер, диспетчерлер және тұрғын үй секторының басқа жұмыскерлері қала сыртында тұрып, бірақ Алматыда жұмыс істейтіндігі белгілі болған соң, әкімшілік олардың басшыларын, жұмысшыларды қалаға әкеліп, қала ішінде баспанамен қамтамасыз етуге міндеттеді. Сонша адамға пәтер жалдауға ақшаны қайдан табатынымен әкімшілік басын ауыртқан жоқ әрине. Әкімдіктің қарамағында қонақ үйлер де, жатын пәтерлер де бар. Бірақ оларды ұсыну шенеуніктердің ойына да келмепті. Одан басқа саудагерлерден бастап шаштаразға дейін жұмыссыз қалған азаматтардың көбінде несие бар. 3 айға шегерім болады дейді. Бірақ шындығында көптеген банкілер 3 айдан кейін сол шегерілген ақшаны толықтай төлеу керек деген шарт қойған екен. Бірақ егер табыс көзі жоғалса, мұның бәрін қалай төлеуге болады? Тіпті азық-түлік дүкендерінің де жағдайы нашарлай бастады. Оның себебі сатып алушылардың төлем қабілетінің төмендеуі. Ал азық өндірушілердің жағдайынан бір мысал, сүт және сүт өнімдерінің өндірісі. Қазақстан сүт одағының атқарушы директоры Владимир Кожевников жағдайды былай түсіндірді. Бізде бір ғана сұрақ бар. Карантин қанша уақытқа дейін созылады? Өйткені ел шекарасының ұзаққа жабылуы да салаға керіс әсер етеді. Біз сырттан келетін тауарларға тәуелдіміз. Мысалы, Қазақстанда қатты қаптама шығару өндірісі желі жолға қойылмаған. Оны елде шығаратын жалғыз зауыт Семейде ғана бар. Ал сол Қазполиграф шикізаты сырттан тасиды. Яғни бұл импорт мәселесі шешілмесе, сүтті құятын қаптама таппай қаламыз. Статаның соңы. Қасым-Жомарт Тоқаев елде ТЖ режимі жарияланғаннан бірінші күннен бастап пандемияның бизнеске кері әсерін азайту үшін кәсіпкерлерге қолдау көрсетілетінін, бұл мақсатқа 300 миллиард теңге бөлінгенін айтып келеді. Бірақ шағын және орта бизнес өкілдерінің шағымына қарағанда құрғақ уәдеге кәсіпкерлердің көңілі толмағанға ұқсайды деп жазды Азаттық тілшілері. Қазақстандық кәсіпкерлер мемлекеттен салық жеңілдіктерін беруді, несиенің төлем уақытын ұзартып, ғимаратты жалға алу төлемінен босатуды сұрайды. Кәсіпкерлердің құқығы мен
заңды мүдделерін қорғау үшін құрылған Атамекен ұлттық кәсіпкер палатасының дерегінше 131 мың адам еңбек еткен, 8228 шағын және орта бизнес өкілдері 12 мың қызметкерді жұмыстан шығаруға, ал 46 мың адамды ақысыз еңбек демалысына жіберуге мәжбүр болғанын айтқан. Осыған дейін қазақстандық кәсіпкерлер интернетте президентке хат жариялап, ұлттық валюта бағамының тұрақсыздығы мен COVID-19 вирусынан шенеуніктер ойлағаннан да көп шығын келгенін айтып қолдау сұраған. Сәуірдің 17-сі күні орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында журналистер Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма басшысының орынбасары Ербол Өстеміровтен шағын және орта бизнес коронавирус кесірінен қанша шығынға батқанын, карантиннен кейін бизнестің қанша пайызының жұмысы тоқтайтынын, жағдайды қалыпқа келтіруге қанша уақыт керегін және болашаққа қандай болжамдар бар екендігін сұрады. Күрделі сұрақ. ТЖ салдары қандай болатынын түсіну үшін кәсіпкерлер арасында сауалнама жүргізіп отырмыз. Әзірге нәтижесі дайын емес. Кәсіпкерлердің пандемиядан кейінгі қызметіне байланысты жұмыс жүріп жатыр. Өкінішке қарай, әзірге нәтижесі жоқ. Бізде бұл туралы ойланып отырмыз. Бизнестің тым болмаса пандемияға дейінгі деңгейіне қайта оралғанын қалаймыз. Цитатаның соңы. Кәсіпкерлер мен тұтынушылардың құқығын қорғаумен айналысып жүрген заңгер Жангелді Сүлейманов азаттыққа мемлекет ұсынған қолдау шаралары толық емес және кәсіпкерлердің қазіргі мәселелерін шешуге арналмаған деп есептейді. Сүлейманов билік қазіргі қиын жағдайда бизнес пен халыққа шынайы көмектессе, болашақта осы көмегі өзіне еселеп қайтады деп сенеді. Бизнесті ары қарай сақтап қалуға мұндай көмектен көп пайда жоқ. Кез келген бизнес тірі ағза сияқты. Мұндай дағдарыстан кейін қайта аяққа тұруына уақыт керек. ТЖ режимі аяқталған бойда мыңдаған адам бірден мейрамханаға жүгірмейді. Қазір бизнес құлап жатыр. Уақыт өте келе басын көтеріп, әуелі тізерлеп отыратын жағдайға жетеді. Тек содан кейін ғана аяғына тұрады. Мемлекет бизнеске 1 жылдан 3 жылға дейін мерзімге көмек көрсету керек. Одан өзгесінің барлығы жарым-жарты шара ғана болады дейді заңгер. Мүмкін күтілгеннен де көп беруге тура келер. Бұл жерде үнемдеуге болмайды. Қазір жақсылап қолдау көрсетпесе, көп кәсіпкер аяққа тұра алмайтын ешкім түсінбейді. Мысалы, мейрамхана жабылса, ұжымнан бөлек сол мекемеге азық-түлік таситындар, тазалық жұмысын атқаратын компания, күзет және жарнама қызметі сияқты қосымша қаншама адам жұмысынан айырылады. Бар қауіп осында. Өкінішке қарай, ешкім жағдайға осы жағынан қарап отырған жоқ. Мемлекет суға батып бара жатқан кеменің тесік тұсын ғана жөндеп, негізгі мәселені шешпей отырғанға ұқсайды. Бұл 42.500 теңге берілген кезде де анық көрінді. Мәселені сараптау жетіспейтіні байқалады. Цитатаның соңы. Көзге көрінбейтін жау азық-түлік нарығынан басқа салалардың бәрінде жеңгендей әсер қалдырады. Оның үстіне сенімді табыс көзі мұнайды сатып күн көре алмайтын секілдіміз. Қазір биліктегілер кәсіпкерлерді қолдауды іс жүзінде көрсетпесе, онда сарапшылардың айтып жатқан ашаршылығына Қазақстанда ілігіп қалуы әбден мүмкін. Әрине олай болмауын бәріміз барынша тілейміз. Коронавирустың экономикалық салдарымен күресуге қаржы бағытталып, нақты қадамдардың жасала бастағанын да күтудеміз. Олай жасалатын болса ғана дағдарыстан шыға алатынымыз айдан анық. Ал менде бүгінге осы. Міндетті түрде пікіріңізді қалдырып, видеомен бөлісіп, каналға жазыла отырыңыздар. Назарыңызға рахмет. Амандықта көріскенше.